Қаңтардағы қаралы жағдайға қабырғалары қайысқан қазақстандықтар енді міне тағы да уайымға салынып отыр. Бұған себеп араға бір айдай салып шыққан отандық киноиндустрияның жарқын өкілінің бірі Әлішер Утевтің 5:32 криминалдық веб телехикаясы. Иә достар, дәл осы сериал қан төгіс маньяктар мен өлімге толы болғанына қарамастан, қазіргі таңда көптеген қазақстандықтардың, тіптен алыс жақын шетелдіктердің сүйікті телехикаясына айналғаны рас. Өздеріңіз де білесіздер, бұл киноөнім 90-шы жылдар орын алған шынайы қылмыстық істердің желісімен түсірілген. Ойбой, 5:32 жайлы айтсақ эфирге сыймайтынымыз рас. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа себепкер аса ауыр істер бойынша тергеуші Думан жайлы сөз қозғамақпыз. Бар жоғы 240 минуттың ішінде көрермендердің жүрегінен орын тауып үлгерген бұл кейіпкердің рөлін сомдаған актер Қобыланды Болат екенін көбіңіз білетін боларсыздар. Ал білмегендер болса, Қобыланды Болат 1994 жылы 27 қаңтарда дүниеге келген. Айтпақшы, бірер күннен кейін өзінің кезекті туған күнін тойламақ. Қазіргі таңда актер Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының актері екенін естеріңізге сала кетейік. Қанжығасында 5:32 веб-хикаясынан бөлек Алжир, қармен жуылған қан, топыраққа тамған тер, 200 сияқты кинотуындылары және көптеген театр сахнасында сомдаған рөлдері бар. Қобыланды 8 қырлы бір сырлы қазақтың жігіттерінің бірі десек артық емес болар. Себебі өзінің айтуынша актерліктен бөлек каскадерлік, әншілік, сазгерлікпен қатар спорт түрлеріне де қызығушылығы бар көрінеді. Айтпақшы, Қобыланды Мұзартлаев тележобасына да қатысқанын естеріңізге сала кетейік. Желіде оның орындауындағы тамаша әндерді де тыңдауға болады. Отандық Экспресс-ка газетінің тілшісі Лаура Бейғалиға берген сұхбатында Қобыланды өзінің мінсіз еместігін, кейде тіпті қыңыр мінез көрсететін кездері болатынын айтқан екен. Мінезім Думанға қатты ұқсайды. Екеуміз бірдейміз. Кейіпкерім сияқты ашу-ызамды тежей алмаймын. Одан кейін көп сөйлеймін. Сериалда мен өзімді өзім ойнадым деп те айта аламын деген екен Қобыланды Болат. Қалай десек те өз рөлін 8 серия бойына мінсіз орындап шыққан Қобыландыға тек алғыс білдіретініміз де рас. Мойындау керек, Думан сияқты кейіпкерсіз 5:32 веб-хикаясын елестетуде қиын. Айтпақшы, Қобыланды Болаттың жаңа нәзік жанды жанкүйерлеріне құлақ қағыз. Актер отбасын құрған және тәрбиелеп отырған балалары бар. Бақыт тыныштықты қалайды деп тұжырымдаған актер олар жайлы әңгіме қозғамаған екен. Дегенмен де осы веб-хикаядан кейін актердің өнеріне тәнті болған жанкүйерлер саны ондаған мыңға артқанын айта кету керек. Ал біз барша көрермендер атынан Қобыландының отбасына береке, ал шығармашылығына үлкен табыстар тілейміз. Алда тағы да керемет рөлдерде көрінетініне шүбәміз жоқ. Солай достар, бүгінге атышулы веб-сериалдағы Думан рөліне ғана тоқталған едік. Каналға жазылып өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Алда басқа да кейіпкерлер жайлы әңгімелейтін боламыз. Ал қазірге Думан рөлінен біраз көзайым болыңыз. Мен саған нормальный блокнот подарить етем. Из крокодиловой кожи, братан!